Ауа райы қандай керемет болып тұр, қараңыздар, прям осындай ауа райында тас жүрек болғым келіп тұр, ше. Бір көкірек қант ішетін адам болғым келіп жүр, ше. Әзіл. Қараңыздаршы, осындай керемет дастарханды жеңешем Ізбасар ағам екеуміз бізге жайды. Міне Ақтөре бар, арнайы жаңалығымен келіп отыр, қазір айтады жаңалығын, ерекше атап отыр. Қошет пен Нұрка кішкентай қыздарымен бірге шығып отыр. Сека неғып бір өзің жүрсің? Ешқандай жаңалық жоқ деп айтайын. Не де болады? Көрсетші, бұда да ешқандай жаңалық жоқ деп. Жоқ, бар екен. Бар. Сека көкем сәл қуып жүр. Жаңалық көп. Айдана. Ой, мені жүргізуші. Күшті отырыс болып жатыр, что? Біздің компаниямыз бүгін керемет. Сен көргенмен қуаныштымын. Мен де. В общем, осындай достар, керемет отырыс болып жатыр. Рахмет. Шақырғандарына елеп ескеріп. Мына жерде маусым қатысушысы мен қайырлы таң бағдарламасын жүргізушісі. Үздік маусым үздігі тоже. Екеуі қайсы жеңетінін білмей жатыр былай. Бәрібір мен сен бола алмайды. Сен не дейсің? Мен Ақтөре сияқты болғым келмейді. Екеуі бар ғой, бір сағат болды, бір сағат болған қандашы. Құрдастарымыз ғой енді поэтому. Күшті отырыс отыр. Біраз шектердегі әңгімелер бәрі шығып босап қалатқанымыз бар. Біз болғаны ма? Зекең жатыр. Есік ашық тұр, аяқта көршілерге сәлем деп қойып. Көпшілікті келемесің. Аумин. Бақытты күндер, жақсы күндер. Арамызда тек қана осы екеуі блогер ұқсап, кешке дейін телефон ұстап отты осы екеуі. Жота ұқсастықтар көп екеуі. 30-дан асқандар сондай болады. Это просто старость, ребята. Қайтып баратырмыз. Рахмет көп шақырғанда. Ақтөре, футболканы резко көтеріп пожалуйста, куда еще? Сека, пока Қайдан ұстарыз? Мен де осы чайымда не стинал. Сендер бізді старость демеңдер. 30-дан асқандар өзі сәл сондай болады ғой. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін отан қорғаушылар күні. Құрметті жігіттер қауымы, мерекелеріңіз құтты болсын. Ауырмаңыздар, бақытты болыңыздар, бай болыңыздар, табысты болыңыздар. Су сұрасаң сүт берген Қайран жеңгем ғой өзім. Өте ағам. Ақтөре қосылды. Әні Ақтөре қалай сүр түсіретін қараңыздар. Новосельеге келіп қалды, ағайын барлар бізге де бұйырсын. Жақсы болсын. Барлығына Шерхан қосылды еще бізге. Қалайсың? Отбасылы болайық. Айдана, жүрек. Сарғайып біттің ғой. Тоже қамыр салып ет берадым с первойға. Ну ладно, саған білексің. Шашлык жейтін боламыз, қуырдағаныз шашлык жейтін боламыз. Жеңілдеу болсын деп. Бірақ қамазда нағыр скучно отыр екен, просто сторис түсіріп жатқан кезде немей қаламыз атап мә. Мен сөйтіп істемей кетіп тұрсың. Дінмұхамед. Спасибо. Қалжымат болыңыз деген ма? Қайырлы күн баршаңызға, мейрам құтты болсын. Бізде бүгін қала сыртында осындай күшті демалыс. Пап, мейрам құтты болсын. Қана жерде жоқ. Айгүл, үйде кіммен тұрасың? Қыздармен тұрамын. Саған сарқы салуды үйретем ба? Сарқылер бөлек салады. Қыздарға алып барасың. Ұстап отырсың. Шашып кетіп маленькі тұрмын, тұршысын. Печенье. Қалған. Бұлай, ашылмайтындарды енді қабы салақан. Қалайсыңдар? Кеше бір енді қатты эмоциональный күн болды. Кішкене Айгүлдің настроениесі болмады, оның көтеріп, кішкене өзім настроением болмай, кішкене бір ішім пысып, бір Азия ойнаған бар енді. Азияға барып, басында кішкене бір ход қаншадан? Ход 500-ден 1000-нан болады еді. Бір кезде ход 10.000-нан, 5.000-нан болып, в общем, ауыр болды. Соңында ұтылып, сосын қайтып ұтып, при своих қап, 5.000-ды алып жүре берсей деген әңгімелермен соңында кішкене ұйықтап кеттік та, атылып қалдық деген сияқты. Жол болмай кетті соңғы кезде. Но Арымыз келді.
түсіріп жатырмыз мына жақта. Ничон деген жігіт жүр ғой мына жақта, Ничон. Су қайда? Мынау бәле болды, қазір жұмыс енді бір ағаш ұстады, қолына су сұрап жатыр уже бар ғой мынау. Ұятсыз ше. Адам деген жағдай жасаған. Ағаштарымыз келді. Водовозбен суға келеді. Ой, Төбеңнен шашып тұрады. келгені қазір мынаның ше уже су сұрап жатыр бар ғой. Мына үйіміз. Қазір уже бүгін мауырлаттар байлаймыз. Біраз жұмыс бітіп тұр бүгіннің өзінде, Алла қаласа. Сол ағаштарымыз келді. Ой, мен Тоқай досым деген. Аспанның төресі екен ғой бұл жігіт. Төбеден ұра береді екен кәдімгідей. Отырысқа қарамайсыздар ма? Екі бала бар ғой. Төбеде ай, ортасында адай, жерде Тоқай. Қалай кетті? Даққа сұлтан жүр міне. Оғында орып қойды екен сәңімет бар ғой. Ал бүгін төбесінде байлайтын ағаштың бәрін байлап шықтық. Аты қалай аталады досым? Мауырлак? Мауырлат деп аталады екен аты. Ошын бүгін ағаштарын бәрін түсірдік, Алла қаласа. Бүгін енді осыны байлап кетеміз. Сосын ертең уже осылардың бәрін усилить етеміз да. Немен визуальный проволокамен қаттырып, тартып байлап, нагелімен қатырып, одан кейін ертең уже балка қоямыз, Алла қаласа. Өйтіп диагоналін шығарамыз, өйтіп кіршан жабамыз бұйырса. Ол. Ал міне. Бізде кешкас. Біздің кешкас осындай. Тоқай досым бастады. Досым сен арт жағы мощный болып тұр. Арт жағын постоянно мощный. Зор болып тұр. Арт жағын постоянно мощный ма сенің? Әңгің бұтырлыған досым ше. Сұлтан бар. Ничон бар. Шо, Ничон қалай? Жақсы болсын. Қара жұмыс істемегеніңе біраз болды, Иә, постоянно жақсы жұмыс қой біз. Сұлтанның досы бар. Кім еді аты? Марлен деген жігіт айналайын. О, міне. Ас болсын бізге. Ошым, бүгінгі жұмыстың завершениесі осы тамақ болып тұр. Бір-екі жұмыс қалды, соны бітіреміз де бүгін қайтамыз. Ертең таңертең ерте келу керек. Иә, досым? Иә, Құдай қаласа. Шуба салат жасайын деп жатырмын бұйыртса бүгін. И жұмыртқа. Жұмыртқаны асып жейміз. Ал? Консервін ала саламыз ғой магазиннен. Мама күліп отыр ғой, консервіні жеп қойдық деп. Апасы балаға қалап отыр. Османтай кака деп қойыпты. Мен қазір ояндым ғой ұйқымнан. Османда қазір оянды. Массаж алып жүрміз, кстати. 10 күндік массажын. Бүгін 2-ші күн келіп жасап кетті. Османның бір басын бір қара, бұлай қарап жата берді постоянно. И сол кривошея болған жоқ дейді, бірақ болып қалуы мүмкін. Басы сәл-сәл қисайған дейді. Соны, короче, бір специально байлап жүр, короче, қазір. 2 сағат сол байланғанымен ұйықтау керек. Шоня. Завтракты енді шектеп отыр ғой. Мама, страшно ұйықтағам ғой. Сол завтрагымды ішіп алып үйді реттеу керек. Үй деген мама мия болып жатыр. Кеше настрой ұстайын деп ойлағам, негізі жинайым деп бір үміттенгем.